Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Отырыңыздар. Нұрайым, бүгінгі сабақта кім жоқ? Бүгін Омар Жұмантон тобында 12 студент келді. Жақсы, отырыңыз. Сабағымызды бастамас бұрын сіздермен «Мені құшақта» атты ойынын ойнайық. Ойынды мен бастайын. Маған әрқашан кешігіп келетін студентті құшақтаңыз дейді. Бізде әрқашан кешігіп келетін студент болса, келе қалса. Балжан. Шашы ұзын студентті құшақтаңыз. Иә, бізде шашы ұзын кім? Иә, Алла. Ойынымызды жалғастырамыз. Айдана. Ең мейірімді студентті құшақтаңыз. Ең мейірімді. Бізде Нұрайым құшақтай қой. Иә, ойынды жалғастырамыз. Келесі балуса. Аяулым. жазуы әдемі студентті құшақтаңыз. Ол бізде де. Иә, Диана құшақтай қой. Жақсы, жарайсыздар. Осымен ойынымыз аяқталды. Ойынға қатысқандарыңызға рахмет. Үй жұмысы бойынша бірінші топ сіздерге қандай тапсырма берілді? Learning бағдарламасында алынған тақырыпқа байланысты ойын дайындау. Иә, жақсы. Ойында біз бірнеше сөздер жасадық. Сіздер осы сөздерді табу керексіздер. Бұл жерде жем деген сөз берілген. Иә, жақсы. Келесі тағы қандай сөз көріп тұрсыздар? Бұл жерде әбішік сөзі берілген. Сіздер біз жасаған сөздің бәрін таптыңыздар, жарайсыздар. Екінші топ сіздерге қандай тапсырма берілді? Бізге берілген үй тапсырмасы квиз бағдарламасымен тест дайындау. QR-кодты сканерлеп, берілген кодты енгізіп, тестқа кіреміз. Үшінші топ сіздерге қандай тапсырма берілді? Бізге гамма қосымшасы арқылы презентация жасауға берілген. Иә, жақсы. Сіздермен үй жұмысын қайталап алдық. Енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін киіз үй әдісін қолданамыз. Біз сіздермен бағалау үшін бағалау парағын қолданатын боламыз. Мен сіздерге қазір таратып беремін. Топ басшыларымыз сайлап алайық. Бағалау парағында студенттердің аты жөні және үй жұмысы, жаңа сабақты пысықтау, зертханалық жұмыс бойынша бағалау. Сіздермен жаңа сабағымызды бастайық. Ол үшін мен сіздерге қазір қол сағаттар таратып беремін. Сағатта берілген QR-кодты сканерлеу арқылы бүгінгі тақырыбымызды анықтайтын боламыз. Бірінші топ. Бұл бізде голограмма әдісі. Жұмбақты шешежелердің қолынан жасалатын дәм ғана май мен талқан аралас бойға сіңер бал дәмі. QR-кодта берілген суреттерді, жұмбақтарды таптыңыздар. Я, сол бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Я, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жент тағамына байланысты. Нақты айтатын болсақ, дәстүрлі тағамдарды қайта жаңғырту, жентті жаңа форматта ұсыну. Женттің шығу тарихы қазақ халқының көшпелілігімен тығыз байланысты. Жент тағамы қазақ халқында ғасырдан ғасырға өтіп келе жатқан тағамдардың бірі болып табылады. Жент қазақтың негізгі азықтарының бірі, ол бізде тарыдан жасалады. Жентті дайындау үшін әртүрлі өнімдер қосады. Бір жерде құрма қосады, бір жерде мейіз қосады, бір жерде балмен араластырып жасайды. Энергетикалық батончиктардың негізгі ерекшеліктеріне келетін болсақ, ол бізде физикалық белсенділік деңгейін, күш-қуатты арттырады. Диета ұстайтын адамдар үшін де тұтыну ыңғайлы, көп уақыт сақталады және тасымалдауға ыңғайлы. Женттен жасалған энергетикалық батончик. Бұл дәстүр мен заманауи технологияның үйлесімі, пайдалы, қуат береді және дәмді.
Энергетикалық батончиктердің тағамдық құндылығына келетін болсақ, құрамында көмірсулар, ақуыздар, майлар, дәрумендер болады. Мен сіздерге қазір жентен жасалған энергетикалық батончикті қалай жасау керегі туралы видеоны ұсынатын боламын. Видеороликке назар аударсаңыздар. Батончиктің құрамына жент, бал, қаймақ, мейіз, грек жаңғағы. Сіздермен жаңа сабағымызды қорытындылау үшін боулинг ойынын ойнайтын боламыз. Энергетикалық батончикке қосылатын табиғи тәттілендіргіш кім жауап береді? Я, Мерей, келе ғой. Энергетикалық батончикке қосылатын табиғи тәттілендіргіш ол бал. Я, дұрыс. Я, жақсы отыра ғой. Келесі сұрақ. Женттің басты ерекшелігі неде? Я, кім жауап береді? Келе ғой, аяулым. Энергетикалық батончик қандай жағдайда пайдалы? Кім жауап береді? Я, Айдана, келе ғой. Жауабы физикалық белсенділіктен бұрын немесе кейін. Я, белгілейміз. Я, дұрыс, отыра ғой. Жаңа сабағымызды қорытындылап алдық. Енді сіздермен сергіп алайық. Қағаз бен қаламның көмегімен ерке сылқым күйін орындайтын боламыз. Мен сіздерге қазір жент энергетикалық батончигінің технологиялық картасын таратып беремін. Осы бойынша қазір түсіндіретін боламын. Жалпы жент энергетикалық батончигінің шикізаттары бізде жент, бал, мейіз, грек жаңғағы, кокос ұнтағы, шоколад және қаймақ қосылатын болады. Қазір осы бойынша жент энергетикалық батончигін жасаймыз. Брутто, нетто. Батончикті әзірлеу үшін кептірілген жемістерді ұсақтап турап, немесе блендермен өткізіп майдалаймыз. Жаңғақтарды ұсақтап тураймыз және барлық құрғақ ингредиенттерді араластырып, біркелкі масса дайындаймыз. Энергетикалық батончик жасаудың технологиялық картасымен таныстық. Енді техника қауіпсіздік ережесін еске түсірейік. Техника қауіпсіздік ережесін айта кететін болсақ, форма таза болу керек және де бас киімді дұрыс кию керек. Сосын әшекей бұйым киюге болмайды. Я, жақсы, отыра ғой. Я, Айдана, сен не айта аласың? Техника қауіпсіздігі бойынша пешті бірден ашуға болмайды. Я, жарайсың, отыра ғой. Я, аяулым. Кондитер зертханасында ашық аяқ киім киюге болмайды. Я, жақсы, отыра ғой. Я, білім алушылар, дұрыс айтасыздар. Сіздерді толықтыра кетейін. Аспаздың бас киімі таза әрі құрғақ болу керек. Ол жеңіл, ауа өткізгіш материалдан жасалу керек және қалпаққа шашымызды толығымен салуымыз қажет. Аспаздың формасы таза болу керек және аспаз өндіріс орнынан шығатын кезде формасын шешуге міндетті. Аспаздың тырнағы алынған болу керек, маникюр болмау керек және жұмысқа кірер алдында және жұмысты бастамас бұрын қолды тазалап жуу керек. Сіздермен техника қауіпсіздік ережесін қайталадық. Журналға қол қойып, зертханаға өтеміз. Техника қауіпсіздік ережесімен танысып, зертханаға өттік. Жұмыстарымызға сәттілік. Қазір біз энергетикалық батончик жасайтын боламыз. Энергетикалық батончиктарымыз дайын. Енді органолептикалық көрсеткіштерін анықтайық. Сіздерде 3-ші топтың батончигі осыған байланысты органолептикалық көрсеткіштерін анықтап жазсаңыздар. Айдана, органолептикалық көрсеткіштері бойынша 2-ші топ, сіздерде 1-ші топтың батончиктері органолептикалық көрсеткіштерін жазамыз. 3-ші топта 2-ші топтың батончиктері, органолептикалық көрсеткіштері бойынша сыртқы түрін, дәмін, иісін анықтаймыз.
батончиктерді бағалайық. Бағаласам. Сыртқы түрі біркелкі емес, иісі шоколад иісі сезіледі, дәмі жемістің дәмі ерекше сезіледі. Иә, жақсы отырыңыз. Формасы біркелкі емес, және де дәмі жент пен мейіздің дәмі шығып тұр. Иә, жақсы отыра ғой. Бірінші топ аяулым, топ башы ретінде тобымыз бағалайық. Сабақта студенттердің белсенділігі бойынша студенттер 85 балға бағалады. Иә, барлығын 85 балға бағаладыңыз ба? Аха, жақсы, отыра қойыңыз. Екінші топ басшысы Ахмет. Қалай бағалаймыз студенттерді? Бүгін өз тобымда Мерейді 92, Ахметті 91, Нұрайымды 90, Кәусар 90-ға бағалаймын. Өйткені біздің топ бүгін белсенді қатысты. Иә, жақсы, отыра ғой. Үшінші топ басшысы студенттерді қалай бағалаймыз? Мен бүгін осы топты бүкіл 89 бағаға бағалаймын, себебі біздің топ Жақсы, белсенділік танытты, иә? Сабақ бойынша қорытынды бағаларымызды қойдым. Үй жұмысы дәстүрлі тағамдарды қайта жаңғырту, және де жаңа форматта ұсыну тақырыбына сөз жұмбақ жасау.